Свет, камера, мотор. Бастаймыз. Қазақ халқында отан отбасынан басталады деген терең мағыналы сөз бар. Әрбір отбасы қоғамның бір бөлшегі, шағын отан. Отбасы әрқайсымыз үшін сыйластық, жарастық, сүйіспеншілік орнаған қасиетті мекен. Отбасым менің үйім. Біз әрбір мүше, әр адам үшін қолайлы кеңістік құру үшін рөл атқаратын командамыз. Біздің отбасы көп балалы отбасы. Әкем, анам, 2 қарындасым және кіші інім бар. Бүгін сіздерді назарларыңызға өз отбасымның дәстүрлері мен құндылықтарын таныстырамын. Отбасымызбен Ұлы Абайдың сөздерін басшылыққа ала отырып, бойымызға жалпы адамзаттық құндылықтарды сіңіреміз. Талап, еңбек, терең ой біздің басты ұранымыз. Сондай-ақ менің анам мен апам қазақтың салт дәстүрлерін үнемі бізге насихаттап, қоғамдық іс-шараларға белсене қатысады. Бос уақытымызды отбасымызбен сапалы өткізуге тырысамыз. Таза ауада, табиғат аясында демалып, тағылымы мен тәрбиесі мол түрлі демалыс орындарына барамыз. Салауатты өмір салтын негізге ала отырып, ата-анамыз жеке шаруа қожалығымызда қымыз сауып біздің деніміздің саулығына аса көңіл бөледі. Мен бақыттымын. Себебі менің отбасым қасында. Мен өз отбасымды үлгі тұтамын және мақтанамын. Менің Асқар таудай әкем мен алтын анам бар. Біз үлгі тұтарлық отбасымыз. Бұлай деуімнің себебі біз әрдайым сыйластықпен және бауырмашылдықпен бірге қиындықты жеңеміз.